Қайырлы күн баршаңызға, Тәтті әлем каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жылдам дайындалатын мантының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, бір жұмыртқамызды салып, тұз салып, ұнымызды салып, орташа қатты қамыр жасап алатын боламыз. Мен мантының қамырына міндетті түрде жұмыртқа қосамын, және бірінші сұрыпты ұн болу қажет, сонда манты езілмей пісетін болады. Тұз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Орташа қатты қамыр жасап, 15 минут тындырып қоятын боламыз. Бұл мантыны асығыс кезде, бірақ манты жасау қажет болған кезде жасап көрсеңіздер өте оңай және жылдам дайындалады. Ұнды қажетінше қамырымыз қатты болғанша салып отыратын боламыз. Қамырдың июін жақсы беретін болсаңыздар, міндетті түрде манты әдемі жылтырап шығатын болады. Қамырымызды 15 минут тындырып қойғаннан кейін салмасын дайындайтын боламыз. Мен осылай етті ұсақтап турап алдым, және жуаны да асқабақ картоп қостым. Және де қызанақ қоссаңыздар да болады. Менің балдарым қызанақты ұнатпағандықтан осылай асқабақ картоппен жасадым. Дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, енді қамырымызды жақсылап жаятын боламыз. Мен қамырда тек қана осы екі шетіне ғана салмақ түсіріп, екі шетін ғана жаятын боламын. Ортасына мүлде қолымның салмағын түсірмеймін. Мен қамыр жайған кезде осы бір әдісім бар. Қамырымыз оқтауға сыймай кеткенде, немесе екі шеті қалың болып кеткен жағдайда, ұнды осылай жақсылап себелеп, екі шетін қамырдың ортаға алып келіп, үстінен басу басып жаятын боламыз. Сонда қамырымыз біркелкі болып жайылып шығатын болады. Екі шеті қалың болмайды. Мінекей, қамырымызды осылай жұқалап жайып алдық. Енді қамырымызды теңдей ортасынан екі бөлікке бөлетін боламыз.
Енді бір бөлігін сұйық маймен жақсылап майлап алатын боламыз. Майымызды толықтай жағып болғаннан кейін салмамызды да екіге бөліп, бір бөлігін осылай қамырымызға салып, жайып шығатын боламыз. Салмамызды біркелкі етіп салып болғаннан кейін орама сияқты орап шығатын боламыз. Енді манты қазанды листтерді жақсылап майлап шығатын боламыз. Орамамызды енді осылай пышақтың көмегімен бөліп шығатын боламыз. Мантыларымызды жасайтын боламыз. Осылай мінекей арасы ашылмаған болса, ашып осылай листке қойып қоямыз. Қайнап тұрған суымызға 45 минутта пісіріп алдық. Мінекей дайын болды, жылдам дайын болады және өте дәмді. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, осы әдісім сіздерге ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұргүл. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.